Қайырлы күн, құрметті достар, Facebook әлеуметтік желісін қолданушылар. Бүгін біз кешегі түгел сөздің түбір түп атасы Майкл Би атты көне сөзге қатысты ойымызды ары қарай жалғастырамыз келеді. Бүгінгі әңгімеміздің мазмұны алаш сөзінің этимологиясы жайлы. Алаш болғанда, алаша хан болғанда, қалмаққа біздер не қылмап ек деп келетін қазақтың көне сөздері бар. Кешегі Майкл Бидің 300-дің баласын жаңағы біріне үйсіннен 100 жігіт қосып беріп, Қодан биден 100 жігіт қосып беріп, Алшын биден 100 жігіт қосып беріп, 300-ді жасақтаған алашаның қасына біріктірген жаңағы іс-әрекетін, сондағы басты кейіпкер алаша ханның атауын, не себептен алаш атанғандығын айтқымыз келеді. Оны әңгімемізге арқау етіп отырған себебіміздің сыры, кейбір зерттеушілеріміз алаш сөзін мынау баяғы пайғамбарлардың есіміне апарып, мұсылман пайғамбарлардың есіміне апарып, Абдулла деген жаңағы Нұх пайғамбардың ұрпақтарына апарып жүрген тұстары бар. Кейбіреулері алаша деген жылқыны қазақтар алаша дейді. Содан біздің жылқы баққан елміз, содан біздер алаш жұрт атанғанбыз деген сөздерді айтып жүр біздің үлкен оқыған кісілеріміз. Сондықтан бізде өз тарапымыздан осы пікірге, осы ойға өзіміздің үлесімізді, пікірімізді қосқымыз келеді. Ол үшін біз алаша сөзінің этимологиясын түсіндіріп кетуді жөн санап отырмыз. Енді алғашқы алаш сөзінің жаңағы қазақ арасында қолдануы, аңыздық тұрғыдан келсек, жаңағы ханның баласы кешегі айтқанымыздай анадан ала туып, содан алаш атанып кетті дейді. Бұл енді халықтық этимология. Ол сөздің сыртқы формасына қарап оған мағына берген. Содан жаңағындай хан тұқымының қудалануын содан шығарады. Алашан деген нышаннан, жаман нышаннан шығарады. Бұндай сюжеттер мынау әлемдік әдебиетте, эпостарда көп. Айталық жаңағы Иранның Рүстем дастан жаңағы эпосына келетін болсақ, сонда Рүстемнің әкесі Зал жаңағы жаман нышанмен туып, одан елден сырттан шығарып тастаған болатын. Оны самұрық құс асырап алып, содан Зал аман қалып, аман есен батыр болып өсетін. Міне бұндай сюжеттер өте көп. Баланың сыртқы нышанына қарап, оның болашағын айқындайтын, болашағын болжайтын жаңағы әңгімелер. Екінші бір жазба дерек, бұл алаша хан туралы жазба дерек, бұл Моғолстан ханы Сұлтан Ахметтің лақап есімі. Бұны Бабырдың еңбегінде айтылады, және Мұхамбет Қайдар Дулатидің еңбегінде де айтылады. Бабырдың бөлесі. Міне осы екі тарихшылардың еңбегінде бұл нақты айтылған. Сұлтан Ахмет Моғолстанның жаңағы далалық өлкелерін билеген ханы. Бір әкеден екі бала туады, біреу Сұлтан Махмұд, екіншісі Сұлтан Ахмет. Бұл Жүніс ханның балалары. Содан Сұлтан Ахметке, жаңа далалық өлкені билейтін Сұлтан Ахметке алаша деген лақап қойылады. Ол лақаптың қойылу себебі Сұлтан Махмұд қалмақтарды көп қырған екен дейді. Сол көп қырғандықтан оны қалмақ алашы деп атап, қаншер, жауыз деп атап, содан бұл батырлық есімге айналыпты. Міне осындай жазба дерек бар, бұны шәкәрімде келтіреді. Жаңағы аталған тарихшыларды да атап өттік. Сонымен біз осы сөз жазба деректегі осы мәселеден бір бастайық. Екінші бір жазба дерек бар. Бұл Мұхамбет Шайбаниға қатысты дерекнамаларда, сонда жаңағы Мұхамбет Шайбанидің атасы Шайбан Әбілқайыр
жас кезінде биліктен айырылып қазақылық құрып жүрген кезінде далалық батыр Алаша Баһадүрге барып содан бата алады. Міне осы бір деректер біздің шайбани тарихшыларының Бабыр секілді, Мұхамбет Қайдар Дулати секілді тарихшылардың дерегі арқылы жетті. Енді осы деректерден біз жаңағы сөзімізді осы деректерден бастайық, жазба деректерден. Ана аңыздарды қоя тұрайық, ол аңыз бізге ешқайда қашпайды, ол аңыз бізде арамызда бар. Аңыздың табиғатын түсіну оңай, ал енді жазба деректегі мәселелерге көңіл аударайық. Бірінші, жаңағы Мұхамбет Қайдар Дулати мен Бабыр айтатын Алаша сөзіне келейік. Енді кезінде бұл сөзге назар аударған Әлихан Бөкейханов болатын. Ол қазақ газетінде Алаша сөзі осы қалмақтың жауыз деген сөзін білдіреді. Осы туралы айтылатын кісілер бар ма дегенде, Досмұхамбетов, оған жаңағы Жақанша Досмұхамбетов жаңағы қазақ бетінде жауап жазады. Шынымен қалмақта осы сөз бар, сондай жауыз қаншер деген мағынаны білдіреді деп. Енді осы сөзден бәріміз қорқатын секілдіміз, қаншер, жауыз дегенде. Ал енді орта ғасырдағы әскери өмірде, жауынгершілік өмірде бұл үлкен атақ болды. Алысқа бармай-ақ қояйықшы, Абылайдың арғатасы, жаңағы Абылайдың арғатасын қаншер Абылай деп атады. Былай сыртқа қарасаң қатты сөз секілді, жаман сөз секілді, бірақ ол сол кездегі заманға лайық болды. Қаншер ол батыр деген мағынаны білдіреді ол кезде. Жау жүрек дегенді білдіреді. Демек, мынау Алаша деген сөзде сол ұғым жатыр. Батыр, жау жүрек, қорықпайтын деген сөз жатыр. Сондықтан жаңа қалмақтағы мағынасы мен қазақтағы мағынасы екеуі бірдей ұғынуға болады. Яғни жау жүрек кісіні Алаша деп атаған. Екінші бір мәселе бар. Жаңағы Шайбан Әбілқайырдың жас кезінде Алаш Баһадүрден бар бата алу, далалық батыр дейді. Демек, Алаша сөзі, Алаша батырдың есімі далалық өлкемен қалай деп айтсақ енді байланысты болып келеді. Жаңағы Сұлтан Ахмет те далалық өлкедегі моғолдарды билеген еді. Қалаға келгісі келмейтін, қаланы жақтырмайтын моғолдарды. Түркі халықтары ғой енді. Ал енді оның ағасы Махмуд Сұлтан қаладан кеткісі келмеді. Ол Ташкентті биледі. Сондықтан жаңағы бір Ташкентті Мұхамбет Шайбани басып алған кезінде Мұхамбет Сұлтан Махмуд, жаңағы Сұлтан Ахметтің ағасы, туған ағасы, сол Ташкенттен кетіп Ақсу жағында, бұл енді Жетісу жағында өмір сүреді. Сонда Мұхамбет Қайдар Дулати жазады. Сонда Сұлтан Махмуд айтатын еді дейді, Ақсуда хан болғанша Ташкентте кір жуатын кісінің қызметкері болған жақсы деп айтады дейді. Міне сондай ол отырықшы өмірде жақсы көрді Сұлтан Махмуд. Сол ақыр соңында Мұхамбет Шайбани кел Ташкентті қайтып берем билігін дегенде 6 баласымен келген кезде Мұхамбет Шайбани оны сол балаларымен бірге бауыздайды. Міне осындай бір тағдыр қайғылы, тағдыры ауыр, сондай қызықты бір тарих Сұлтан Махмудтың тарихы. Ал енді Сұлтан Ахмет жаңағы далалық өлкелерді билеп, Алаша деген атақпен атақ алды. Ана Бабырдың басына күн туып, Бабыр Мұхамбет Шайбанидан қашқан кезде жеңіліс тауып, бұл Сұлтан Ахмет өзінің бөлесіне, өзінің туысқанына, бұлар бір-бірімен туысқан кісілер, Бабырдың жаңағы аталары Арғы түбірі Бабырдың Ақсақ Темір ғой, Ақсақ Темір осы Моғолстанның хандарын жаңағы Шағатай тұқымдағы хандар, соларды өзінің қолынан хан сайлап отырған, жаңағы жер беріп отырған билеуге. Міне сол Бабырға көмектеседі, қолынан келгенше көмектеседі, бірақ оның көмегі жар болмайды, оның көмегі көмек болмайды. Ақыр соңында Бабыр Үндістанға кетіп, сол жақта Моғол мемлекетінің құрғандығын тарихтан білеміз. Оның бәрін ол әңгімені бұған кірістірмейік. Айтып отқан мәселеміз, оқырмандар сіздер көбірек түсінік алу үшін Сұлтан Ахмет далалық өлкенің батыры, далалық өлкенің ханы болғандығы.
Енді бұл мәселелерді мен неге айтып отырмын? Бір тірек сөзіміз далалық өлке, даланың ханы, даланың батыры, Алаш Баһадүр. Екінші бір тірек сөзіміз Алаш жаңағы жауынгер, қаншер, жауыз адам. Міне осы тұрғыдан келгенде біздің Алаша деген сөздің аттың түсі екен деген мәселенің ауылы алыстай түседі. Біз ана сөздің өзінің мағынасына мән беруіміз керек деп ойлаймын. Бұл орайда біздер алаш деген сөз, алаша деген сөз екі түбірден құралған сөз деп есептейміз. Бірінші түбір алаң деген сөз дейміз. Екінші түбір шино деген сөз. Екі сөзден бірігіп алаш сөз құрылып отыр деп санаймыз. Енді бірінші алаң деген сөз не нәрсе? Алаң деген кім? Ол қандай нәрсе деген сұрақ бірден туады. Алаң деген кейіпкер бұл моңғолдардың құпия шежіресінде жүр. Бұл алаң қоға деген әйел. Алаң қоға деген моңғолдардың мифі бойынша, енді моңғолдың мифі дегенде ол түпкі моңғолдың мифіне қарауға болмайды. Оның ар жағындағы халықтарды ғұн дәуірі, үйсін дәуірі деген мәселелерді қарастыру керек. Сол алаң қоғаның мифі мынандай. Енді бұл моңғол халқының өзінің жаңағы шығу тегін баяндайтын мифтерінде. Алаң қоға әйел, сұлу әйел болған екен. Добу мерген деген кісіге үйленеді. Добу мергеннен екі ұл табады. Бір күні Добу мерген ғайып болады, яғни қайтыс болады. Демек, енді алаң қоға жесір қалады, күйеусіз. Бірақ осы күйеусіз алаң қоға тағы 3 ұл табады. Ана екі бала ері жетіп қалған балалар күңкілдей бастайды. Мына шешеміз, мына біздің бауырларымызды қайдан тауып жатыр деп. Көршіден емес пе екен дегендей әңгімелер шығарады. Сол кезде алаң қоға бір күні жаңағы екі баласын жинайды, өзінің бұрынғы күйеуінен қалған және жаңадан туған 3 баласын, 5 баланы жинап, жаңа қойдың сүр етін асып, сосын жаңағы ауқаттанып, тамақтанып алғаннан кейін әңгіме бастайды. Онда ол былай дейді, екі үлкен баласына: сендер мына 3 бауырым қайдан келді деп күңкілдеп жүр екенсіңдер. Әңгіменің басын ашып алайық дегендей қоянды. Әңгіменің басын ашып алайық, бұлар қайдан пайда болды? Әкелерің кеткеннен кейін, дейді алаң қоға, түнде киіз үйдің шаңырағынан бір сәуле кіретін еді, таңертең ит боп жалақтап шығып кететін еді дейді. Сондықтан бұл балалар, мен ойлайын, бұл Тәңірдің берген балалары. Бұны жатырқамай, жаңағы бауырларыңа басыңдар дейді. Сөйтетте жаңағы бір уыс шыбық береді. Бір уыс шыбықты алады да, бір шыбықтан беріп сындырыңдаршы дейді. Бір шыбықты жаңағы екі бала сындырып тастайды. 2 шыбық береді, сындырыңдар деп. 2 шыбықты қиналады, бірақ сындырады. 3 шыбық береді, тізеге салып сындырады. 4 шыбық береді, аяққа басып тұрып зорға сындырады. 5 шыбық береді, балалар 5 шыбықты сындыра алмайды. Сол кезде алаң қоға айтады: сендер 5-еуің бірге болсаңдар, ешқандай жау сендерді алмайды дейді. Сондықтан бөлінбеңдер, бірге болыңдар деген үгіт өсиет сөзді айтады. Міне осы аңыздың қазақ арасында нұсқасы бар, Потанин жазып алған. Сол нұсқада былай деп айтылады: жаңағы Добу мерген өлгеннен кейін алаң қоғаның киіз үйіне, отауына түнде сәуле кіретін еді дейді, түндіктен. Таңертең қасқыр болып шығып кететін еді дейді. Шығып бара жатып және айқайлады дейді: Чингис, Шыңғыс, Шыңғыс деп. Содан Шыңғыс деген бала дүниеге келген екен дейді. Потаниннің жазып алған мифі. Алыңыздар, қараңыздар, оқыңыздар. Сонымен қазақ
үшін, енді моңғол халқы да солай деп ойлаймын, қазақ пен ит ол бір тұқымдас жаңа хайуандар. Қазақтар тіптен керек десеңіз, бөрі, қасқырларды атамай ит құс деп, тотемдік түсініктер ғой, ит құс деп атайды. Атын атасаң кеп қалады деген түсінмен. Бөрі деп атасаң бөрі кеп қалуы мүмкін. Сондықтан ит құс деп атайды. Ит адамның досы, ол қасында болса қауіп жоқ. Бөріні шақырсаң, қасқырды шақырсаң, ол қауіп төндіруі мүмкін. Малыңа зиян тиеді дегендей. Міне осы мәселені айтқанда жаңағы сөзіміздің басымызға қайта оралуымызға тура келеді. Сонымен алаш деген сөз алаң және шино деген сөздің бірігуінен тұр деп ойлаймыз. Шино, шоно бұл моңғол қалмақ тілдерінде қасқыр дегенді білдіреді. 18 ғасырда Шона батыр деген батыр болған. Сол Шона батырды атауы қасқыр, қазақша айтсақ қасқыр ол. Енді қазақтарда қасқырбай, бөрібай, бөрбек деген есімдердің көп кездесетін біз айтып жатпай-ақ қояйық. Сөйтіп келгенде алаш деген сөздің түбірі біз алаш пен қасқырдың жаңағы ұрпағымыз деген мағынаны білдіреді. Енді жалпы біз түркі тілдес халықтардың өзінің тотемі қасқыр ғой. Біз анау ғұндардың кезінде де осындай ұғым бар. Қасқырдан Ашина тайпасы әскер жаңағы ғұндардың адамдардың бәрін жаулар қырып тастайды. Содан бір бала қалады. Ол баланы қасқыр асырап алып, қасқырды еміп, содан жаңағы Ашина тайпасы тарайды дейді. Дегдар бөрі деген мағынаны білдіреді. Сол Ашина тайпасы көне түркілерді билеген. Міне сол шино деген сөз, шоно деген сөз, біз осы алаш деген сөздің құрамында жүр дейміз. Екі сөз біріккен кезде, сөздер кірге біріккен кезде кейбір дыбыстар жойылып кетеді. Мысалға жылан деген сөз жыған аң дегенді білдіреді деп оқытты бізге. Қарлығаш деген сөз қара ала құс дегенді білдіреді деген сөз. Бірақ егер қарлығаш деген сөзді қарасаң, сол қара ала құс тұр ма? Жоқ, өйткені ол сөздер дыбыстар бір-бірімен кіріп кеткен. Дыбыстардың да өмір сүруі өзінің табиғаттың заңдылығы секілді. Әлсіз дыбыстарды күшті дыбыстар жеп қояды. Заңдылық сол. Табиғаттың заңдылығы. Сондықтан бұл сөзді біз алаш сөзін екі түбірден тұрған сөз дейміз. Енді сұрақ туа бастайды. Енді сол сөз болса, алаң қайда қазір? Шонаны айттық, шона бар. Енді қасқыр ұғымы жүр. Алаң жоқ қой. Ол ұмытылған, көмескіленіп кеткен. Бірақ кейбір жерде алаң сөзін кездесеміз. Мысалға, алаңда алаң жұрт, алқалы ордан қонған жұрт деп бастайтын Қазтуған жыраудың толғауы бар, сөзі бар. Сондағы алаң, бұл алаң қоға. Екінші бір мәселе, Махамбеттің өлеңі бар, 19 ғасыр, назарларыңызға салып қойын, 19 ғасыр, әрі емес, бергі ғасыр. Сонда жаңағы Махамбеттің айтатын сөзі бар, біз бір едік, біз екі едік, екеуміз жүргенде жаңағы сәл ұмытып отырмын енді, екеуміз жүргенде бір нәрсеге еседік дейді, біз үш едік, төрт едік дейді, содан кейін барып бес едік дейді. Біз бесеуміз болғанда алашқа болман деуші едік дейді. Ал одан кейін секіріп барып онға түседі. Өтемістен туған он едік, онымыз атқа қонғанда жер қайысқан қол едік дейді. Сонда осы Махамбеттің беске дейін санап отырғаны бұл көне миф. Алаң қоғанның мифі. Бір едік дейді, бір едікте оған жауап жоқ. Екі едік дегенде ес едік дейді. Соң қасына тағы үш бауыры қосылып, алашқа болман деуші едік дейді. Міне бұл алаң қоғанның мифі, ол көне мифті поэтикалық өрнекке айналдырған Махамбет. Сөйтіп, өздерінің алаш деген жұрттың жаңағы өкіл екендігін, халық маңайында ел бар екендігін, жұрт бар екендігін білдіретін ұғымға айналдырған. Сондықтан біздің алаш деген сөзді енді Шыңғыстың тұқымынан шығып тұрған, Шыңғысты айтты деді ғой Потанин аңызда. Содан Шыңғыс тараған деген аңыз болған ғой, миф болған ғой. Енді Шыңғыстың тұқымы қайда осы нені қолданбайды дегенде мәселені айту керек.
шындығында да алаш ұранын төрелер қолданбаған, оларда алаш ұраны орнына олар арқар ұранын қолданады дейді. Ұраны арқар дейді, Шоқан Әлихан солай жазады. Ал енді алаш бұл жалпы қазақтың ұраны болып қалады. Алаш дегенде әкеңді болса да ұрып жоқ дейді Мәшһүр Жүсіп. Демек алаш әкеден де жоғары ұғым. Ал жоғары ұғым не ол? Әкеден жоғары ұғым ол тотем баба. Сондықтан алашта тотем баба жүр. Сондықтан айтады, жаңағы кімнің атақты Сүйінбай жыраудың айтады, Сүйінбай ақынның айтатын, бөрілі байрақ көтерілсе қозып кетер қайдағым деп. Жаңа бөрінің символы ғой байрақта тұрған. Бөрілі байрақты ғұндарда көтеріп жүр, көктүрікте де көтеріп жүр. Демек олар тотем бабаны көтеріп жүр. Ал сол тотем баба біздің қазақта алаш болып жүр. Сондықтан Әлихан Бөкейхан жазады, 20 ғасырдың бас кезінде алаш сөзінің этимологиясына қатысты білдірген Қобыланды, кешіресіздер, жаңағы Қобыланды батыр жырына қатысты айтатын талдауында былай дейді, сөздің барлығын келтірмей қояйын, алаш деп ұран сал, алаш жалпы қазақтың ұраны дейді. Сол ұранды салған кезде жауының көптігіне қарамастан қазақ ұмтылады дейді. Яғни жауының қолынан қаза табатына қарамастан сол алаштың соңына еретін еді дейді. Сөйтіп Әлихан сол қазақтың жалпы ұран болған алашын өзінің алаш партиясының атауына алады. Жаңағы бұл үлкен бір саяси технология. Біз осы алаштың зиялыларынан, әсіресе Әлиханнан осы саяси технология жасауды үйренуіміз керек. Ана халықтың жаңағы ұранын, партияның ұранын айналдырды. Кейін алаш автономиясын құрды, аз уақыт болса да. Оның өмірін қиған кеңес үкіметі болды, алаш автономиясының өмірін қиған. Ал сонда өзі төре тұқымы Әлихан Бөкейхан жаңағы арқар ұранын көтерсе не болатын еді? Бірақ ол арқар ұранын көтеріп отқан жоқ. Ол алаш жалпы халықтық алаш ұранын көтеріп, саяси технологияны пайдаланып, арқарды көтерді екен. Қанша төре ереді соңына? 1000 төре ереді, 2000 төре ерер дегендей. Ал енді алаш ол жалпы қазақ ортақ, сонда алаш дегенде қазақтың жаңағы дүниетанымында отырған нәрсе алаш. Енді төрелерге келейік. Неге Шыңғысхан тұқымдары алаштан бас тартты дегенде, енді алашталмады ғой, оларға кірмеді. Себебі бұны бір неден іздеп қажет жоқ, алыстан іздеп. Шыңғыс тұқымдары мұсылман дінін қабылдады. Алтын Орданың тұсында Өзбек хан, Берке хан, ар жағы Берке хан, бергі жағы Өзбек хан, Өзбек мұсылманшылықты өте тереңдетті дейді Алтын Ордада. Сондықтан Шыңғыс тұқымдары үшін ол алаш дінсіздік. Яғни қалай алан қоғаммен бөріден адам тарайды. Діни мұсылман түсінік бойынша адаммен Хауанадан тарағанбыз біз. Сондықтан элита, төрелер, шыңғыстар ол сөзден, ол ұғымнан қашқан. Сөйтіп алаш этимологиясының көмескіленуіне де, алаш сөзінің көмескіленуіне де, мағынасының көмескіленуіне де солардың да үлесі болуы мүмкін. Ал олар қасына, естеріңізде болсын, қожаларды алған болатын. Ал қожа дегеніміз кім? Ол мұсылман дінінің үгітшісі, насихатшысы, дінді білетін кісі. Сондықтан дінсіздікпен олардың басты мақсаты бір жағынан дінсіздікпен де күресу болды. Яғни қазақтың көне дінін, тәңірлік дінін, шаманизм дінінің қалдықтарын жаңағындай жоюға оларда атсалысып отырды. Сондықтан Шыңғыстың тұқымдары, хандар, ол алаштан, алаш ұранынан қаша бастады. Қашты, ұмытылды. Мінекей біздің жаңағы бүгінгі күнімізге алаш сөзінің түп мағынасы өте көмескіленіп жеді. Сондықтан менің айтайын дегенім бұл орайда енді алаш сөзін анау мұсылмандардың әмбиелерінің атауынан іздеп, немесе пайғамбарлардың атауынан іздеп қажеті жоқ. Жылқының атауынан іздеп қажеті жоқ. Ала жылқы деген тек қана қазақ ала жылқы деп атамайды. Құла да бар, жирен де бар бізде, жаңағы боз да бар. Жылқының реңі өте көп, бояуы көп, одан жаңағы ондай тудыру, жаңағы сөз тудыру біздіңше жаңағы қисынсыз деп айтамыз.
Ал енді Алаштың жаңағы тотеммен байланысты, қасқырмен байланыстылығы бізге жақын, тарихтан білеміз. Түркілердің бабасы, тотем бабасы қасқыр. Сондықтан қазақ айтады, иттің иесі болса, қасқырдың тәңірісі бар дейді. Яғни айтқанда, итке адам ие болса, қасқырға тәңір ие. Көне мифіміз бойынша қасқыр түркілерді көктен түсіп, жаңағы тәңірінің бұйрығымен түсіп, оларды аман алып қалған жаңағы хайуан, жануар. Сондықтан біздер осы сөзді, даусыңыз жай шығып тұр ғой дейді, мүмкін мен дыбысын жоқ, дыбыс бар секілді, мүмкін тамағым қарылғып отырған шығар, айып етпесіздер. Алаш сөзін сонда біздер жаңағы бөрі тотеммен байланыстырғанымыз біздің дүниетанымымызға, бұрынғы тарихымызға жақын, түсінікті деп ойлаймын. Ал енді жаңағындай басқа жаққа тарта берсек, оның мағынасы тарыла береді. Біз ғана жылқыға ие болды деп айтуымыз, меніңше, біз қате неғып жүрміз, қазір бір даурығып жүрміз. Бір кісі мені даурығып жүр деп айтып еді, сол секілді біз жылқы бізден шықты деп даурығып жүрген секілдіміз. Бізден де мықты жылқыға мінген халық бар біздің қатарымызда. Түркілердің ішінде қырғыздар да жылқыны кеміндік деп айтпас, моңғолдар да кеміндік деп айтпас, тағы да басқа халықтар бар. Сондықтан бізде бұл мәселені өзіміздің тотемдік түсінігімізден іздеген дұрыс деп ойлаймын. Арман Қуат жазады, Машқұрейшев діннен іздеген дұрыс емес деп айтқаны бар, оны 19 ғасырда дінмен байланыстырған, қажылыққа барған қазақтар шығарғанын айтқан. Дұрыс айтасыз, өте тамаша пікір. Бұл дінмен байланыстырудың шынымен де қажеті жоқ. Оны шәкәрім де сынаған болатын, қазақтың шежірелерін пайғамбарға апарып тіреген тұстарын. Сондықтан біздің бір өкініштіміз, біздің ғалымдарымыз осындай бұрынғы айтқан пікірлерге бір ден қоймайтындығы жаман, өзімдікі деп өзеурек кететіндер тұстары жаман. Шындығында қазақтың, түркілердің дүниетанымын, немесе түркілердің шежіресін, Мұхаммед пайғамбардың шежіресі болмаса ар жағындағы пайғамбарлардың шежіресімен байланыстырудың еш жаңа қисыны келмейді. Бұл тұрғыда шәкәрімнің ойына жүгінуге тура келеді, оны бағалауымыз керек. Ондай пікірлерді бағалауымыз керек, ондай пікірлерді жаңағы біз қаперге алып отыруымыз керек. Сонда ғылым өзі әр пікірлерді қаперге алып отыру арқылы ғылым дамиды, пікір дамиды. Ал анау дұрыс емес, мынау менікі дұрыс деп отыру жаңағы келісімге келмейді. Осы айтып отырған менікі де бір ақиқат деп айтпаймын. Осы тұрғыда орта ғасырдағы тарихшылардың бір айтатын сөз бар. Біздікі осы оқиғаны айту, осындай тарих болды, ал нағыз тарихты Алла біледі дейді. Сондықтан қалай болғандығын Алла біледі дегендей, қалай болғандығы бір Алла тағала ғана аян, бірақ біз білім арқылы, іздену арқылы сол жаңағы ақиқатқа жетуіміз керек. Орта ғасырда мұсылман дінінде ғылымның, білімнің дамыған себебі кезінде мынандай сөз болды, мынандай ой болды, Құдайды тек біліммен танисың деп. Сондықтан мұсылман діні орта ғасырда өте ерекше қарқынмен дамып, Европаға үлгі болғаны білесіздер. Европаның жаңағы эпоха возрождениесі, қайта өрлеу дәуірі, осы мұсылмандық ренессанстан кейін барып, сол мұсылмандық ренессанс Испания арқылы, Испанияның біраз жерін мұсылмандар жаулап алған болатын. Сол арқылы сол жаққа өтіп, ол жақта 16 ғасырда үлкен ренессанс, қайта өрлеу дәуірі, эпоха возрождения жүріп, Европа алға шығып кеткен болатын. Сол алға шыққан Европа әлі күнге дейін тізгінді бермей алда келе жатыр. Сондықтан адамның дүниетанымына, ғылым жаңағы жаңа дүниелік тануына білімнің маңызы өте зор. Сондықтан кешеде айтқанбыз, рухани жаңғыруда бағдарламасында білім культі деген мәселені президент бекер айтып атқан жоқ. Білімдірек болсақ, білімді тереңірек іздесек, біздер жаңағындай жорамалдардан, жаңағындай қисынсыз мәселелерден, жаңағы
тезірек арылар едік. Ол да ондай сөздерде өмір сүру құқығы бар, ондай пікірлердің. Біз жаңағы демократиялық ел, мынау не дейді, пікір салас деген мәселелерді қалыптастыратын ел болып не қылатын болсақ, біреудің пікірін аузын басып тұншықтырып, жаңағы демін шығармай қою деген мәселеден бас тартуымыз керек. Жаңағы біреуді жеке басын сынамауымыз керек. Ұялмайды екен, жаңағы бір нәрсе қылмайды екен деген секілді оның пікірін сынау керек. Сондықтан бұл мәселелерде біздер білім культіне ерекше көңіл бөлуіміз керек. Қазіргі заманда онсыз біз Қазақстанды алып шыға алмаймыз. Біз осы прямой эфирлеріміздің барлығын көне дәуірлердегі сөздерді, ертедегі сөздерден бастағанмен, бүгінгі дәуірдің, қазіргі заманымыздың тыныс тіршілігіне көңіл соқпай кете алмаймыз. Бірыңғай жаңағы өткенмен қалып қоюға болмайды. Өткеннен қалып қойсақ, біз әрі қарай дамуымыз кешеуілдей береді. Өткенді еске ала отырып, солардан жаңағы түйін түйе отырып, алдымызды, болашағымызды ойлауымыз керек. Сондықтан мен Фейсбуктағы достарыма, азаматтарға біз ақиқатты табу үшін білім культін тереңдетуіміз керек. Қай салада болсын, экономикада болсын, саясатта болсын, тағы да кез келген салада біз білімділік мәселесін тереңдетуіміз керек. Халқымыз білімгер болған сайын, білімдар болған сайын, біздің азаматтық қоғамымызда жақсара түседі. Сондықтан біз бір-біріміздің біліміміздің кем болғанына қызмет жасауымыз керек. Бір-біріміздің қызметіміз кем болса, біліміміз кем болса, біздің өміріміз де жақсарады. Сол мәселені біздер ойлауымыз керек. Кезінде феодалдық замандарда білім алу қолжетімді болған жоқ. Бай адамдардың, бай бағландардың қолында болды. Бұл әлеуметтік жаңағындай мүмкіншілік ретінде барлық халқымыздың барлығына жете бермеді. Қазір енді Құдайға шүкір мүмкіндік бар. Жаңағы білімге көңіл бөлмесе де, үкімет айталық, енді қазір соңғы жолдауда айтты ғой президент, 10%-ке дейін апарамыз білім, мәдениет, ғылымды деп. Енді үш сала шамамен 3,3 жаңағы процент көлемінде ішкі өнімнің түскен табыстың 3,3 бөлімі осы білім мен жаңағы ғылымға жұмсалып жатса, жаман болмас деп ойлаймыз. Бірақ бір нәрсе бар, білім алудың жолы қазір кеңейді. Мінекей ақпараттық технологиялар бар. Сырым Әбдірахман азамат жақсы салиқалы әңгіме деп отыр, рахмет. Сырым азамат кеше өздеріңіз білесіздер ағайындар, Алаш партиясын құрып, осы Алаш жолы деген партия құрып жатыр. Басына қазір бір тауқыметтер де түсіп жатыр. Сәке, бәрі жақсы болсын. Жаңағы сіздей арды ойлайтын азаматтар қазаққа керек. Аман болыңыз. Пікіріңізге рахмет. Енді біздің әрине айтып отқан сөзіміз Алаш сөзінің этимологиясы көне дәуірлерге итермелейді ғой. Дегенмен де көне дәуірлерді ойлап отырып, бүгінгі заманымыздың, бүгінгі тіршілігіміздің мәселесінде қозғап кетейік деген мәселелер, жаңағы мәселелер нелерді айтып отырмын. Сондықтан Алаш деген сөзде қазақтың барлығы бір болған. Алаш деген кезде барлық өкпені ұмытып кеткен, жаңа Әлиханның сөзінен, Әлихан Бөкейхановтың сөзінен айтуды жіберіп алыппын. Сонда айтады, өкпе реніштеріне қарамастан дейді, жауының көптігіне, сол жолда құрбан болатынына қарамастан, ортақ ұранға жаңағы ат салысатын еді, бірге жауға көтерілетін еді деген ойды айтады. Жақсылап оқып алуға болады. Мына эфирдің уақыты оларды ол кісілердің пікірлерін оқып отыруға мүмкіндік бермейді. Сондықтан мен жалпы нобайын айтып отырмын. Осы Алаш сөзінің этимологиясын біз осылай түсінеміз. Ал енді біздер бұл ойдың әрі қарай жалғас табады ғой деп ойлаймыз. Өйткені қазір Алаш сөзіне қатысты мәселелерді тек қана қазақтың аңыздары тұрғысынан қарастырмай, басқа Түркия деген елде қандай, түркмендерде қандай, қырғыздарда қалай болған секілді мәселелер бізде өзінің жалғасын табады ғой деп ойлаймыз. Түркі халықтардың арасында
ғылыми байланыс, мәдени байланыс тереңдетіп келе жатыр. Мен бұл орайда көрші қырғыз халқының көшпелілер ойын өткізуін бір үлкен бір жетістік деп санаймын. Бұлар екінші жыл өткізді, үшінші жыл келесі жылы Түркия эстафетаны алып жатыр, Түркияда өтеді. Бұл үлкен жаңағы бастама, жақсы бастама. Түптеп келгенде қырғыз халқына пайдалы бастама. Қаншама миллиондаған туристер келіп жатыр. Әрбір турист $100 тастап кеткенде сол неге қаншама қаражат жаңағы біздің бауырларымыздың бюджетіне түсіп жатыр. Біз бұған қуануға тиістіміз. Бізде ондай мәселені өткізуге жаңағы мүмкіндігіміз бар. Бәлкім осы алаш сөзінің негізінде бір мәдени ма, әлде спорттық па, тағы да бір үлкен бір сондай туризм дамытатын, туристерді шақыратын бір істер бізге керек қой деп ойлаймын. Орысша айтқанда масштабный істер керек деп ойлаймын. Оған біздің алаш сөзі өзі сұранып тұр. Сондықтан, құрметті достар, осымен мен алаш этимологиясына қатысты өз ойымды аяқтағым келеді. Бұл өз жалғасын табады деп ойлаймын. Жаңа айтып өттім оның себептерін. Бір ғана қазақпен шектелмейік. Басқа халықтарда осы неге қатыссын. Алты алаш деген қазақта ұғым бар. Алты алаш ұғымын біз қазақтың алты руымен байланыстырып жүрміз. Бұл дұрыс емес. Кезінде Сырым Батыр жаңағы алты алаш деген ұғымға башқұрттарды, қарақалпақтарды, жаңағы өзбектерді, қазақтарды қосып айтқан. Ол айтқан Сырым Батырда: біз алты алаш бірге тұрмаса, патша бізді бір-бірлеп жеңіп, бәрімізді басып алады деген сөздер айтқан. Сөйтіп жаңа Хиуадан көмек сұрағысы келген. Бірақ сол Хиуа жаққа көмек сұрап барып, Сырым Батыр сол жақта дүниеден өтіп кеткенін білеміз. Біздің жаңа Кенесары хан секілді алты алаштың бір баласы қырғыздан көмек сұрап барып, ақыры сол қырғыз оның басын кескен. Осы орайда біздер тағы бір мәселені айтып кетуіміз керек. Мен осы Фейсбукта осы Кенесары ханға айтылатын көп мәселелерді ойлаймын, оқимын. Сонда бүгін ғана оқыдым Бауыржан атамыздың, Бауыржан Момышұлының жаңа Кене ханның басын кескен қырғыздарға қатысты пікірін оқыдым. Сонда біздің данышпан ағамыз, ақылман ағамыз Бауыржан Момышұл айтады: бұны қырғыздың шай халқынан көрмеу керек. Бұл қырғыздың бай манаптарынан, орыстың шекпеніне қызыққан, солардың несіне қызыққан бай манаптарының іс-әрекетінде көру керек деген нәрсені айтады. Бізге осы нәрсе дұрыс сөз болып, басты идея болып қалыптасу керек. Қырғыз бен қазақ дос халық. Биліктегі кісілер бір-бірімен ұрсыса береді, келісе береді. Бұл орайда мен кімнің Абай жолы романына, Мұхтар Әуезовтің Абай жолына мынандай сөз келтіргім келеді. Бұл бәрімізге өте маңызды мәселе. Мына естеріңізде белгілі, Құнанбай мен кімдердің арасында, ырғызбайлар мен жаңағы оразбайлардың арасында жаңағы тартыс болады ғой. Құнанбайдың қарсыластары сол кезде, сол тартыста болып атқан кезде жаңағы кімнің, Ұлжанның, Абайдың шешесі, Абайға айтатын ақылы бар. Жалпы біздің шешелерімізде ақыл көп болған. Оны ескеруіміз керек. Қазақ бекер айтпайды. Құранда да бар: қабырғаңмен кеңес деген. Әйел қабырғадан жаратылған ғой, адамның қабырғасына. Сондықтан қабырғаңмен кеңес деген сөз, әйеліңмен кеңес деген сөз. Одан бір неміз, бөркіміз түсіп қалмайды. Сонда Ұлжанның айтатын бір ақылы бар. Балам дейді, Абайға айтады. Енді мен жобамен айтып отырмын. Балам дейді, үлкен кісілер бірде араз, бірде тату дейді. Сен оларға көңіл бөлме, ағайынмен араласуыңды, жаңағы туыстығыңды үзбе дейді. Міне осы сөз, Ұлжан анамыздың айтқан осы бір сөзі бәрімізге үлгі болу керек. Биліктегілер бір-бірімен ұрсады, жаңағы халық қалады. Халық өзінің тіршілігін жасайды. Сондықтан біз қырғыз халқымен жаңа Кене ханның басын кесті екен деп, Кененің жаңағы несін құнын сұраймыз дегендей мәселелерді айтпауымыз керек.
бұл мәселе біздің өмірімізге, мақсатымызға да келмейді. Біз тату түркі халықтары түгел бол деген Алаштың ұранына жаңағындай бас июіміз керек, немесе соның жолында болуымыз керек. Сонымен, құрметті достар, Алаш сөзін айтамыз деп мінекей осындай түркі халықтарына қатысты мәселелерді айтып отырмыз. Онсыз болмайды, өйткені Алаш сөзі ол түркі халықтарына ортақ сөз. Ол біздің өткен тарихымыз. Түп деп келгенде мағынасы түркілердің бөрі төтеміне жаңағы тіреледі. Сонымен, осылай тарихқа шолу жасаған ойымызды аяқтауымыз келеді. Қатысып, пікір білдірген жігіттерге, азаматтарға көп рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.